Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен астарлы юбканы тігуді үйренетін боламыз. Ең бірінші бізге қажет нәрселермен таныс болу керекпіз. Так, мына жерде менде 2 метр лен матасы. Бұл жерде сіз кез келген матаны алуыңызға болады. Ол органза, қазіргі трендте болып жатқан органза, шифон, любой жаңағы просвечивать ететін маталарды алуыңызға болады. Бізде мында лен, жұқа түрі, бұл байқасаңыз просвечивать етіп тұр. Сол себепті біз бұған астар пайдаланатын боламыз. Мынау менде 2 метр, яғни негізгі матамыздан, беткі матамыздан 2 метр қажет болады. Астарлық матамыздан 1 метр қажет болады. Одан кейін резинкамыз, бұл менде ені 4 сантиметрлік резинка, және негізгі матамызға түстес жіп. Енді біз юбкамызды пішетін боламыз. Так, қараңыз, жұмыс бізде астарлықтан басталады. Міне, мен астарымды бетіне қараттым, дәл осылай болады. Және біз осы астар матамызды аламызды 4-ке бүктейміз. Мына жақ шеті бізде кромка, мына жақ шеті бізде бүктелген. Осы екеуісін бір-біріне түйістіреміз. Түйістіргеннен кейін дәл осылай етемізді. Мінекей тура осылай аламызды. Бүкте ұзындығымен орналастырамыз. Барлық жерін әдемілеп орналастырып алдық. Енді бұл юбка бізде стандарт өлшемге тігілетін болады. На резинке болады, сіз уже білесіз. Бізге бұл жерде бір ғана өлшем қажет болады. Ол обхват бедра. Обхват бедра біз стандартты түрде аламыз 110 сантиметрге. 110-ды біз мына жерде астарлығымызды 4-ке бөлген себепті сол обхват бедраны 4-ке бөлеміз. 110-ды 4-ке бөлсек бізде 27-де 5 сантиметр. Мына екі жақ шетінен бүктелген жерден біз солға қарай 27-де 5 сантиметрді өлшейміз. Мынау менде пардан кететін ручка. Сіз байқаңыз, хорошо? Енді қараңыз. Қарапайым ручканы пайдаланамын десеңіз, қарапайымды болады, но желательно бор или ручка басқа да дүние пайдаланғаныңыз дұрыс болады. Егер ақ мата болатын болса, потому что ол кетпей қалады. Енді қараңыз, мына нүктемен юбкамыздың соңына дейін біз түзу сызық жүргіземіз. Міне байқасаңыз, бізде прямой сызық бар. Енді осы жақтың барлығын қиып алып тастаймыз. Мына бөлік бізге керек емес. Сонымен біздің юбкамыздың астарлығын пішіп дайындап алдық. Енді негізгі матамызды пішетін боламыз. Мынау біздің негізгі матамыз. Қараңыз. Бұл матаны мен бетіне қаратып орналастырдым. Және мына жақ шетінде менде кромка. Кромка дегеніміз бұл матаның ұзындық жағы. Осындай бір желбіреген нелері бар. Матаның жіптің шығып тұрған жері осы кромка деп аталады. Штапель немесе басқа маталарда кромканың осындай түрі болады. Осы шеттерінде линиялары және тесіктері болады. Осы кромка. Кромка жағы ол всегда ұзындық жағы. Енді біз бұл жерде осы ұзындық жағынан өзіміздің резиночкамыз бар ғой. Ол әр резинкаға әртүрлі болып келеді. Сіздің қолыңызда қандай резинка бар, соншалықты енді алатын боламыз. Қараңыз. Бұл менде 3,5-4 сантиметр болу керек. 3,5 сантиметр екен. Маған осы резинканың екі өлшем керек болады. 3,5 плюс 3,5 бұл бізде 7 сантиметр, плюс 2 жақ шетінен 1 сантиметрден тігіске береміз. Ол менде 9 сантиметр болады. Сонда мен мына бір кромкам менде матам бүктелген, осы бүктелген жерден аламызда біз ені 9 сантиметр болатын линияны кесіп аламыз. Қараңыз, менің ленточкам дайын. Кромкамен қосқанда, кромканы алып тастаған кезде менде сонда 9 сантиметрлік линия болу керек. Менің резинкам осы екеуісінің ортасында дәл осылай орналасатын болады. Бұл бізде дайын. Енді қараңыз, біз не істеу керекпіз? Біздің матамыз бүктелген, бетіне қарап тұр. Мына жақ шеті білесіз. Бұл жақ шеті бір-біріне қарап тұр, және мына жақ шет бізде бүктелген. Осы бүктелген жерді біз екіге бөлеміз, яғни осы бүтін полотномызды екіге бөліп алу керек. Так, мен мына жерде алдымда екі полотноны бөліп алдым.
Сонымен біздің кройымыз дайын болды. Енді біз осы юбкамызды тігуге көшеміз. Ең бірінші негізгі матамыздың екі жақ жан тігістерін тігеміз. Бұл бізде негізгі матамыз, және одан кейін бізде астарлық матамыз бар. Бұл бізде трапеция күйінде болған. Бұны дәл солай екі жақ шетінен тігісімізді жүргіземіз. Және біздің белдігіміз, осы белдігімізді де бетіне қаратамыз да тігіс жүргіземіз. Так, мінекей мен оверлокқа келдім. Менің матам бетіне қарап тұр, және осы жерде мен екі жақ шетін жалғап тігіс жүргіземін. Біздің тігісіміз осындай болып шығады. Қараңыз, менің оверлогым пятиниточный, яғни бұл оверлог жасайды, шетін обработка жасайды да, бір жақ шетінен тігісті жүргізіп шығады. Астары бізде осындай. Егер сізде оверлог жоқ болатын болса, тек қана қарапайым түзу тігістің өзімен тігіп шығаруға болады. Ол үшін сіз мына жақ шетінен бір тігісті жүргізесіз. Міне оверлог жоқ деп ойлаңыз, мына тігісіңіз жүреді. Одан кейін мына матаңызды, міне мына беті ғой, астарына қаратамыз, бет жағынан тағы да бір тігіс жүргіземіз. Осы тігісті жүргізген кезде біздің мына припускымыз, яғни срез екі тігістің ортасында қалады да, сіздің бұйымыңыз өте аккуратный болып шығады. Екінші жақ шетінде дәл солай жалғап аламын. Екінші жақ шеті де дайын болды. Енді негізгі матамызға көшеміз. Юбкамыздың екі жақ шеті де тігілді. Ендігі кезек бізде мына белдемшемізде. Бұл мата, как обычно, бетіне қарайды, және мына екі срезді бір-біріне беттестіреміз де тігісімізді жүргіземіз. Бисмилла. Мінекей дайын болды. Енді біз бұл дүниенің барлығын үтіктеу керек боламыз. Мынау бізде ашылады. Тігісіміз бір жақ шетке қарай қарады, және біз үтіктейтін боламыз. Негізгі матамен астарлық матада то же самое. Біз мына бір бұйымды ашамыз, бір жақ шетке припускымызды қаратамыз және үтіктейміз. Қараңыз, мына біздің белдемшеміз. Мен бұны алдым да үтіктеп алдым. Припускымыз бір жақ шетіне қарап тұр. Енді бізге не істеу керек? Осы припускымызды бүйтіп бір-біріне сәйкестендіріп, дәл осындай етіп өзіміздің белдігімізді тура осылай етіп үтіктеу керек. Дайын күйінде ол осындай болады. Так, біз енді осы белдігімізді негізгі матамыздың бетіне қаратып тігіс жүргізетін боламыз. Смотрите, бізде мұнда белдігіміздің жалғанған жері бар. Осы жалғанған жерді тігіске келтіреміз. Келтіргеннен кейін аламыз да әдемілеп инелеп аламыз. Біз бұл жерді қарапайым түзу тігістің көмегімен тігіп шығамыз. Бұл бізде резинкамызды өткізу үшін. Смотрите, лапканың бойымен прям самый обычный түзу тігісті жүргіземіз. Бірақ біз резинка өткізетін тесік қалдыру керекпіз. Сол орынның көмегімен өзіміздің резинкамызды өткіземіз. Смотрите, мен мына жерден бастадым, және мына артқы бөлігінде 5-6 сантиметрде орын қалдырдым. Бисмилла, бастап жатырмын. Қараңыз, мен закрепка берем. Закрепка міндетті түрде. Тура осылай айналдырып тігіп шығамыз. Қараңыз, мен соңына жақындадым. Мына жерде 5-7 сантиметрде қалдырамыз. Закрепка береміз. Шығамыз. Қиямыз. Енді резинканың өлшемі қандай болу керек? Ол сіздің обхват талий, яғни бел өлшеміңіз бар ғой. Сол бел өлшеміңізден минус 10 немесе 12 сантиметр болады. Егер де сіздің резинкаңыз қатты болатын болса, онда 7 сантиметр жеткілікті. Егер сіз стандарт тігетін болсаңыз, онда 67 немесе 70 сантиметр алсаңыз болады. Мен бұл жерде 67 сантиметрлік ұзындықты аламын, және осыны өткіземіз.
Енді осы резинкамызды дәл осындай етіп бекітіп аламыз. Ол менде специально резинка өткізуге арналған штучка. Міне қараңыз, қозғалмайды. Түйрегіш пайдалансаңыздар да болады. Бұны мен Алиэкспресстен заказ берген болатынмын. Актуальный стористан қарап көрсеңіз, тауып аласыз. Қараңыз, біздің қалдырған тесігіміз, осы тесіктен біз аламыз да резинканы өткіземіз. Егер сіз өлшемді дұрыс алған болсаңыз, сіздің резинкаңыз біздің белдігіміздің ішіне спокойно кіретін болады. Ешері қыспай, ешері тартпай, прям әдемі болып өтеді. Көрдіңіз бе? Прям идеально. Айналдырып шығамыз. Смотрите, мен уже резинкамды айналдырып алдым. Бұл жерде мұқият болатын нәрсе, мына резинкамыз біздің айналып кетпеу керек, яғни бір тегіс болып жату керек. Және осы жерде біз өзіміздің резиночкамызды бір-біріне жалғап аламыз. Жалғау үшін қараңыз, міне екеусі тұр. Осы екеусін бір-бірінің үстіне қоямыз да, мына жақтан бірнеше рет тігіс жүргіземіз. Резинкамыз бір-біріне жалғап алдық. Енді ішіне қарай кіргіземіз. Осындай болып жату керек. Және мына қалдырған тесігіміз бар. Осы тесігімізді біз тігіп тастау керекпіз. Одан кейін ішкі бөлігін обработка жасайтын боламыз. Мына жерге қазір мен бір-біріне жалғайтын боламын. Закрепка. Енді қараңыз, бізде мына сборкамыздың барлығы бір жақ шетте ғана шоғырланған. Осының барлығын біз равномерно бүкіл юбкамыздың беліне орналастыру керекпіз. Ол үшін просто сізді белдігіңізді қайта-қайта осылай тартасыз. Тартқан сайын ол резинкаға равномерно орналасатын болады. Так, егер сізде оверлок жоқ болатын болса, сіз бұл тігісті дәл осылай қалдыра беруіңізге болады. Менде лен матасы болғандықтан бұның ішкі бөлігін оверлокпен обработка жасаймын. Сіз білесіз, лен сетінейтін маталардан көрдіңіз бе? Осындай болып кетеді. Егер сіздікі де сетінейтін мата болатын болса, онда мына жақ шетті сіз касай бекамен обработка жасап шығуыңызға болады. Немесе мен көрсеткенімдей белевой шов деп аталады, сондай шовты пайдалануға болады. Мінекей ішкі бөлігін обработка жасап алдым. Енді қараңыз, важный момент. Біздің осы резинкамыз кию барысында постоянно жиырылып қала бермеу үшін біз осы резинканың үстінен тігіс жүргізіп өтеміз. Ол үшін мен мынандай штучканы пайдаланамын. Сіз сызып алсаңыз болады, немесе мына жақтағы наметкаларға ориентир ұстауыңызға болады. Немесе просто алыңыз да бормен сызсаңыз. Мен өз методыммен бөлісемін сізбен. Қараңыз, мен қазір тігіс бар жерді тауып алайын. Міне менің тігісім осы жерге. Маңызды, мына бір тігіспен мына жердің ортасы прямо ровно болатын болса, сіздің бет бөлігінде тігісіңіз өте әдемі болып шығады, иншалла. Біз аламыз да мына резинкамызды екі жақ шетінен тартып отырып, обычный түп-түзу тігіс жүргіземіз. Бисмилла. Сонда нәтижесінде бізде осындай резиночкамыз шығады. Міне, осы бір тігістің көмегімен сіздің резинкаңыз вообще айналмайтын болады. Так, қараңыз, резинкамыз дайын. Енді біз юбкамызға өзіміздің астарымызды орналастырамыз, яғни бір-біріне қосып тігетін боламыз. Мен мына жақта оверлоктап алдым, чтобы сетінен кетпеу үшін. Енді қараңыз, біздің матамыз қалай орналасу керек. Мына астарлықтағы
жан тігісі, мынау юбкадағы жан тігісі. Енді осы тігістерді көрдіңіз бе? Мынаның астары бері қарап тұру керек, мынаның астары бері қарап тұру керек. Енді біз осы жерді аламыз да иінелейміз. Және бізде келесі жақ бөлігі бар. Келесі жақ жан тігісімізді тура солай істейміз. Міне біздің жан тігісіміз. Және екінші жағы осыны бір-біріне дәлдейміз. Және иінелейміз. Енді біздің мына астарлығымыз резинкамыздан үлкен болып келеді. Бұны біз мына резинкамызды тарту арқылы, көрдіңіз бе? Мына резинка тартылған кезде астарлығымыз тура орын табады. Тура осылай қоясыз, және мына екеу мына жерге келдім. Екеусінің ортасын тауып аласыз. Мына жерді мен иінеледім, және келесі жақ жейді. Бұл бізде астарлығымыз юбкамызға равномерно түсуі үшін мына жақ жейді былайынан тұрады. Юбкамда резинкасынан аламын да, ұстаймын да, былайынан тартамын. Сол кезде астар тура осындай болып орналасады. Және мынау жер мен мына жер бір-біріне сәйкес келгенін көрдім. Осы жерді аламын да мен иінелеймін. Так, мен бұйымдарым бір-біріне жалғанды детальдарым. Енді біз осыны қалай жалғаймыз, смотрите. Мына резинкамыз көріп тұрсыз ғой. Резинкада бізде тігіс бар. Осы жерде оверлоктың тігісі, немесе жаңағы резинканы тіккен бөлігі бар. Осы жерде біз тура осы оверлоктың тігісінің үстінен жүруімізге болады. Мына лапканың астына орналасамыз. Инен алсайым. Енді қараңыз. Закрепка беріп аламын. Закрепка бердім. Енді тігісті жасаған кезде жай ғана тігіс жүргізбейміз. Біз мына резинкамызды тартып отыру керек боламыз. Тігісті дәл осылай тартып отырып, біздің астарлығымыз равномерно түсетіндей етіп, біз тігісімізді жүргіземіз. Көрдіңіз бе? Резинканы тартқан кезде міне бір иінелеп алдық қой, 4 бөлігін таптық. Сол жерге аласыз да, осы жерден тартасыз, және өзіңіздің үлдемшеңізді ретке келтіріп аласыз, және осы жерден тігіс жүргіземіз. Тура осылай барлығын айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей қараңыз, біздің астарымыз тігіліп болды. Осындай мына беткі жақ бөлігінен тап-таза болып шығады. Қараңыз, біздің астарлығымыз мына резинкамыздан кішірек болған себепті мына жақ шетте тігу барысында сборка пайда болуы мүмкін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Біз стандарт юбка тігіп жатқаннан кейін ол өздігімен жатады. Енді қараңыз, бұл жерде бізде тек қана ұзындығын өңдеу ғана қалды. Бұл юбкалардың ұзындығы әр адамның бойына сәйкес әртүрлі болып келеді. Мына схемада көріп тұрғандарыңыздай, мен дәл қазір стандартты размерге алатын боламын. Сіз өзіңіздің қалаған ұзындығыңызды аласыз. Например, сіздің бойыңыз 175 болатын болса, сіз мына жерден бастайсыз, сантиметровый лентаны қоясыз да 105-103 сантиметрді, яғни пол жасайтын болсаңыз, 105 сантиметрді төменге қарай өлшейсіз, және сол өлшемге дейін кесіп аласыз. Бұл біздің негізгі матамызда. Егер астыңғы мата туралы айтатын болсам, яғни астарлық туралы. Астарлық мата үнемі қандай бұйым болмасын, негізгі матадан 5-7 сантиметрге қысқа болады. Дәл қазір мен өзіме қажетті ұзындықты белгілеп қиып аламын. Сіз де тура солай істейсіз, және де осының астын обработка жасаймыз. Мінекей мен қысқартып дайындап алдым. Енді қараңыз, астын обработка жасаудың бірнеше варианттары бар.
мынау менде лен матасы болғандықтан мен қазір бұны оверлокпен обработка жасаймын да астыға қарай 1 сантиметрге қайырып тіге саламын. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант, мына матаны бір бүктейміз және екі бүктейміз. Осы дүниенің барлығын әдемілеп иінелейміз және толығымен осылай тігіп шығуымызға болады. Қараңыз, тура осындай болып шығады астарымыз. Және үшінші вариант, егер де сіз матаңыз жұқа мата болатын болса, шифон, органза, шелк дейтін маталар болса, онда московский шовпен өңдеуге болады. Московский шов жасау үшін біз матамызды былайынан бір рет қайырамыз және қайырылған жерден 1 сантиметр қашықтық, мына жерден біз тігісті жүргіземіз. Одан кейін мына жақта қалған артық дүниенің барлығын тігісімізге тақап қиып алып тастаймыз. Қиып алып тастағаннан кейін мына тігісімізді тағы да бір қайырамызды тігеміз. Егер түсініксіз болса, менің парақшамда дәл осы московский шов жасаудың видеосы бар. Солай істеуіңізге болады. Астарлықты қараңыз. Дәл солай бірнеше варианты бар. Оверлокта салуға болады, себебі бұл сыртқы жібетіне шықпайды. Немесе оверлокта бір қайырып тігуге болады. Немесе тура осылай екіге қайырып тігуге болады. Көрдіңіз бе? Тура осындай етіп. Обработканың түрі өзіңіздің қалауыңызша, өзіңіздің матаңызға сәйкес болады. Мен дәл қазір астыңғы матаны жай ғана оверлокпен өңдеймін, ал үстіңгі матаны болса, негізгі матамызды оверлокпен өңдеймін де 1 сантиметрлік қашықтыққа бүктеп тігіс жүргіземін. Мінекей қараңыз, біздің юбкамыздың етегі осылай обработка жасалды. Оверлоктадым да 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қайырып тігіс жүргіздім. Ал астарымызды болса, жай ғана оверлокпен жүргізіп өттім. Сонымен біздің юбкамыз толығымен дайын болды. Қазір манекендегі түрін көрсететін боламын сіздерге. Міндетті түрде тігіп көріңіздер. Мен сіздерден фото отчет күтетін боламын, иншалла. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде қолдауларыңызды көрсетіңіздер.